Қалайсыздар қыздар, қайырлы күн. Мен қазір бір дүниемен бөлісейін деп тұрмын. Мен өте жиі айтамын, қыздар, біз көбінесе өзіміздің ынжықтығымызды сабырлықпен шатыстырамыз деп, шын мәнінде исламдағы сабыр деген дүние ол ынжықтық емес, ол әрекетсіздік емес деп, Енді мына кеше Инстаграмда бір видео көріп қалдым. Ол видеоны көрген адам, білімі жоқ адам, жаңағы психологиядан білімі жоқ адам бұл видеоны жаңағыдай өзіне инструкция ретінде алу мүмкін. Қазір мен сіздерге сол видеоны қосам, көріп шығыңыздар, содан кейін ары қарай разбор жасаймыз. Көргендеріңіздей, күйеу әйеліне моральдық, физикалық зорлық көрсетеді. Ол еркек жаңағыдай зорлық көрсетіп жатқан кезде, жаңағыдай қысым көрсетіп жатқанда әйеліне қол көтеріп жатқан кезде екі бала столдың астына тығылады. Әйел ештеңе предпринимать етпейді. Ол бар істейтіні жаңағыдай ұлдардың артына тығыла береді. И солайша ол екі ұлы ер жетеді. Енді ер жеткеннен кейін не істеп жатыр? Тағы да әйел әлі күнге дейін сол екі ұлының артына тығылып жүр. Яғни бұл жерде классический треугольник Карпмана да көруге болады. Әйел жертва, әкесі тиран, екі ұлы спасатель. Екі ұлы, енді қараңыздар, бұл әйелдің ары қарай тағдыры не болады? Енді ұлдар үйленген кезде бұл әйел қайтсам екен, проблеманы шешуді емес, проблемадан қашуды ойлайды, немесе ұлдардың артына тығылуды ойлайды. Ертең бұл әйел бейсаналы түрде күйеуінің орнына ұлдарын қоятын болады. Ертең ұлдары үйленген кезде бұндай әйелдер көбінесе келіндерімен бәсекеге түсетін болады. Біріншіден. Екіншіден, ұлдары манипуляцияның оңай құрбаны болып кететін спасатель адамның позициясына кіреді. Бұл екіншіден. Үшіншіден, отбасылық кикілжіңде ер мен әйел өзара сөйлесіп, проблеманы шешудің орнына үнемі баланы кірістіре беретін болса, ол балалар үшін осы Карпман треугольнигінде өмір сүру, үшбұрышында өмір сүру бұлар үшін норма болып қалады. Бұл балалар осындай семьяда өскен балалар ұрыс-керістің ортасында, аналары ана болып, ересек болып, сол проблеманы шешудің орнына, күйеумен барып сөйлесудің орнына, жаңағы ұлдарына үндемей барып артына тығыла берген сайын, ол балалар сондай отбасылық өмірді норма деп алуы мүмкін. Сонан кейін бұлардың аналарының алдында өте қатты чувство вины болады. Бұндай ер балаларды, еркектерді көбінесе аналары манипуляциямен ұстайды. Мысалы, мына жерде тиранның орнында еркегі болса, күйеуі болса, кейін ұлдары үйленгеннен кейін сол тиранның орнына бұндай аналар көбінесе келіндерін қоятын болады. Яғни, жаңағы ұлдары бұл анасын өзінің әйелінен қорғап жүретін болу мүмкін. Сол үшін айтатыным, бұл видеоны прямо әдемілеп тұрып, сабыр деп көрсетіп қойғанда, как будто сен қазір осы күйеуге шыдасаң, түбінде сенің ұлдарың өсіп, сені қорғайды деген сондай бір мағынада жеткізгенде, шын мәнінде олай емес. Әрбір адам, әйел, тем более ана, өзінің проблемасына балаларын кірістірген дұрыс емес. Әрбір әйел, әрбір еркек, отбасылы адамдар, балалары бар адамдар өздерінің проблемасына балаларын кірістіргені дұрыс емес, балалардың артына тығылған деген дұрыс емес. Әр адам саналы түрде, саналы деңгейде өз проблемаларын балалардың көзінше емес, балалардан бөлек жерде шешіп үйренгендер дұрыс та. Бұл жерде жаңағыдай жауапкершілігі жоқ ата-ананың позициясы. Және де осындай видеоларды сабыр деген сөзбен жеткізген кезде діни білімі жоқ, манипуляцияға бейім, психологиялық сауаты жоқ адамдар, әсіресе әйелдер өздерін осылай алдап, бала шағасының өмірін құрбан етеді.
енді ары қарай выводты өздеріңіз жасай беріңіздер.